Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін сабағымыз Қазақстандағы кітапханалар. 9 бөлім, 7-8 сабақ. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Алдымен 5 сұраққа жауап берейік. Біздің елімізде қандай кітапханалар бар? Өзің қай кітапхананың оқырманысың? Балаларға арналған кітапханаларға бардың ба? Онда қандай талаптар бар? Өзіңнің жеке кітапханаң бар ма? Осы сұрақтарға бірге жауап берейік. Бірінші сұрақтың жауабы. Қазақстанда 4000-ға жуық кітапхана бар. Оның 21-і ғылыми кітапханалар. Мысалы, Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы ғылыми кітапхана, ал 3915-і әмбебап, яғни көпшілік кітапхана. Екінші сұрақтың жауабы. Мен Алматы қаласының орталық ғылыми кітапханасының оқырманымын. Үшінші сұрақтың жауабы. Иә, балаларға арналған арнайы кітапханаларға барып көрдім. Төртінші сұрақтың жауабы. Балалар кітапханасында арнайы талаптар бар. Олар кітапхана ішінде тыныштық сақтау, оқырман алған кітаптарының санының 5-тен аспауы, кітапты 15 күннен соң алып келіп өткізу және тағы да басқа. Бесінші сұрақтың жауабы. Өзімнің жеке кітапханам бар. Онда Бердібек Соқпақбаевтың, Бауыржан Момышұлының, Абай Құнанбаевтың, Мұқағали Мақатаевтың кітаптары бар. Екінші тапсырма. Төмендегі жауаптарға сәйкес сұрақ қойып, жұпта, топта диалог құрыңдар. Сұрақтарыңды дәптерге жазып, сұрау есімдіктерін ажырат. Сұрақ. Жауап. Бүгінде Сапарғали Бегалин атындағы мемлекеттік балалар кітапханасы ең ірі балалар кітапханасы. Екінші жауап. Сапарғали Бегалин атындағы Республикалық мемлекеттік балалар кітапханасы 1951 жылы мамырдың 10-ында құрылды. Кітапхана Кеңес одағындағы алғашқы республикалық балалар кітапханасы болып саналады. Үшінші сұрақтың жауабы. Кітапханаға Алматы қаласында Төле би көшесі 27-ші үйде орналасқан. Келесі жауап. Кітапханада абонемент, бөбектерге арналған оқу залы, 5-ші сынып оқушыларына арналған абонемент, жоғарғы сынып оқушыларына арналған оқу залы, өнер әдебиетінің бөлімі, ақпарат биографиялық бөлімі, даму және технологияларды енгізу бөлімі, ұйымдастыру әдістемелік кітап қорын сақтау, кітап қорын толықтыру және өңдеу бөлімі деп аталатын бірнеше бөлім бар. Ал енді соңғы жауапты оқиық. Кітапхана директорының айтуынша, қазір балалардың кітапқа деген қызығушылығы артып, келушілердің саны көбейген. Енді осы жауаптарға байланысты сұрақтар қояйық. Бірінші сұрақ. Бүгінде Сапарғали Бегалин атындағы қандай кітапханаға жатады? Екінші сұрақ. Сапарғали Бегалин атындағы кітапхана қашан құрылды? Үшінші сұрақ. Ол кітапхана қай жерде орналасқан? Төртінші сұрақ. Кітапханада қандай бөлімдер бар? Бесінші сұрақ. Қазіргі таңда кітапханада қандай өзгерістер орын алған? Екінші тапсырманы толығымен аяқтадық. Енді келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Бүгінгі тақырыбымыз күшейткіш істеу. Заттың сынын, мөлшерін, көлемін, қимылдың сапасын не аса күшейтіп, не солғындатып көрсету үшін қолданылатын істеудің түрі күшейткіш істеу деп аталады. Күшейткіш істеулер қалай, қандай деген сұрақтардың біріне жауап береді. Мысалы, ең, тым, өте, тіпті, аса, әбден, мүлде, нақ, қақ, орасан, нағыз, ылғи, кілең, дәл, сәл, өңкей, тағы да басқа. Бүгінгі тілдік бағдармен таныстық, ал енді үшінші тапсырма. Сөйлемдердегі күшейткіш істеулерді теріп жаз. Бізге 6 сөйлем берілген, сол сөйлемдердің ішіндегі күшейткіш істеулерді анықтап табуымыз керек. Үшінші тапсырма. Бірінші сөйлемдегі күшейткіш істеу ылғи, екіншісі тым, үшінші күшейткіш істеу ең, төртінші өте, бесінші әбден, алтыншы тіпті. Үшінші тапсырма аяқталды, келесі төртінші тапсырма. Ал енді балалар, төртінші тапсырмада бізге арнайы ғылыми кітапханалар туралы мәтін берілген. Мәтінді өз беттеріңше толығымен асықпай мұқият оқып шығыңдар. Бесінші тапсырма. Мәтін бойынша ойыңда не сақталып қалды? Кітапхана туралы қандай мәліметтер әсер қалдырды? Ғылыми кітапхананың басты ерекшелігі неде деп ойлайсың? Ғылыми кітапханада қандай бағдарламалар бар екен? Сандық кітапхана дегенді қалай түсінесің? Ұлттық кітапхананың ерекшелігі неде? Осы сұрақтың барлығына жауап берейік. Мәтін бойынша ойымда ғылыми кітапханалар туралы ақпарат пен еліміздегі ірі кітапхананың бірі Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы сақталып қалды.
Кітапханалардың жалпы қоры 5 миллионнан астам кітапты құрайтынымен ғылыми кітапханаларда 1 мыңнан астам сирек кітаптар бар екендігі қатты әсер қалдырды. Ғылыми кітапхананың басты ерекшелігі ол автоматтандырылған ақпараттық кітапханалық жүйе бағдарламасымен жұмыс жасайтындығы. Сандық кітапхана дегеніміз электронды кітаптардан тұратын кітапхана. Ұлттық кітапхананың ерекшеліктері. Кітапхана 1931 жылы республикалық кітап қоймасы мәртебесін алды. Қор жыл сайын 100 мың данаға толықтырылып отырады. Күн сайын кітапханаға 3 мыңға жуық оқырман келеді. 6-шы тапсырма. Әлемдегі және еліміздегі кітапханалар тақырыбында күшейткіш сөйлерді қатыстыра отырып таныстырылым жаса. Өз сөзіңде кітапханалардың ерекшеліктері мен ұқсастықтарына тоқтал. Әлемдегі және еліміздегі кітапханалар. Конгресс кітапханасы ақш-тың ұлттық және әлемнің ең ірі кітапханасы. Вашингтонда орналасқан. Кітаптарының саны жөнінен де, алып жатқан аумағы жағынан да әлемдегі ең үлкен кітапхана саналады. Ал енді Қазақстандағы кітапханалар туралы айтайық. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы дәл 1910 жылы 31 желтоқсанда құрылған. Алматы қаласында шағын оқу залы ретінде ашылып, 1931 жылы Қазақ СССР-ның мемлекеттік көпшілік кітапханасы болып құрылып, аса биік мемлекеттік мәртебе алды. 7-ші тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша тұжырымдарыңды төмендегі кестеге салып жүйеле. Бізге 4 тірек сөз берілген және оларға анықтама жазу қажет. Ғылыми кітапхана өзінің сандық кітапхана үлгісін жасаушысы болып табылады. Онда 1 мыңнан астам сирек, бірегей басылым атаулары, 40 жеке дерек қоры, Қазақстан ғалымдары еңбектерінің электрондық топтамалары бар. 2. Оқырман залы. Кітапханада оқырмандарға қызмет көрсететін, отырып кітап оқуға болатын зал. 3. Кітапхана қоры. Кітапханадағы кітап саны. 4. Кітапхананы автоматтандыру. Кітапхананы ақпараттық кітапханалық жүйе АКЖ бағдарламасымен өзгерту. 8-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Орфографиялық пунктуациялық қателерді анықтап түзетіп жаз. Бізге Абай Құнанбайұлының 32-ші қара сөзі берілген. Енді оны бірге орфографиялық пунктуациялық қателерін түзетіп жазайық. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Ғылымды үйренгенде, ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Ғылымды, ақылды, сақтай тұғын мінез деген сауаты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. 9-шы тапсырма. Сөйлемдердің тыныс белгілерін түзетіп жаз. Бізге 7 сөйлем берілген, олардың тыныс белгілерін түзетіп жазуымыз қажет. Қарт күрсінді. Ұлым, желік қуыпсың. 2-ші сөйлем. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. 3-ші сөйлем. Көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысатын үшеуі. Айжан, Гүлнұр, Болат. 4. Бәріне, ауыл адамдарына, мектеп оқушыларына, қонақтарға сый берілмек. 5-ші сөйлем. Мені көріп қалған кезде, Нәзира, айналайын, сен біздің үйге неге келмейтін болып кеттің? Үйге жүр деп үйіне ертіп әкелді. 6-шы сөйлем. Орамал тон болмайды, жол болады дейді қазақ. 7-ші сөйлем. Оқып, білім ал, бөбек. 10-шы тапсырма. Күшейткіш сөйлерді қолдана отырып, ғылыми кітапхана тақырыбына 5 сөйлем құрап жаз. Ғылыми кітапхана. 1-ші сөйлем. Ғылыми кітапханада өте көп кітаптар бар. 2-ші сөйлем. Ғылыми кітапхана дәл өзінің сандық кітапхана үлгісін жасаушысы болып табылады. 3-ші сөйлем. Ғылыми кітапхана қорында тіпті 1 мыңнан астам сирек, бірегей басылымдар бар. 4-ші сөйлем. Ғылыми кітапханада Қазақстан ғалымдарының нағыз еңбектерінің электрондық топтамалары бар. 5-ші сөйлем. Жыл сайын ғылыми кітапханаға 100 мың данадан аса кітаптар әкелінеді. 11-ші тапсырма. Тілдік бағдардағы күшейткіш сөйлерді қолданып, мен оқыған кітап тақырыбында шағын мәтін жаз. 11-ші тапсырма. Мен оқыған кітап. Менің ең сүйікті оқыған кітабым ол менің атым Қожа. Басты кейіпкер Қожа. Кітапта нағыз кішкентай Қожаның мектеп жасындағы бастан кешкен әртүрлі қызықты оқиғалары жайлы баяндалады. Ол ылғи бұзықтық жасаса да, өте жақсы адам болуға талпынысы бар. Өзінің жасаған бұзықтығының бәрі әкесіз өскендігінен деп ойлайды. Қожа тіпті өзінің мінезін, тәртібін өзгертуге тырысады. Әңгімеде Қожаның балалық махаббаты да үлкен рөл ойнайды.
Ол сыныбындағы үлгілі, тәртіпті, әрі сабағын ең үздік оқитын Жанар деген қызды қатты жақсы көреді. Қожа тіпті кей кездері Жанарға арнап өлең де шығарады. Жанарды әрқашан көргісі келіп тұрады. Қожа жазушы болуды армандайды. Мен осы кітапты өте қатты жақсы көремін. Достарыма да, туыстарыма да оқуға кеңес беремін. Балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңдар.